шырылдап кеттің ғой анаңды жаным мама. Менің жолдасым андай неге тексеріске барады да, начальник мед болып кеше аттестацияда өткен жақын арада. Сол аттестация өтіп, начмет несін лауазымын берейін деп отырған ғой. Сол жылда сол состава бар, сол составалардың бәрін тазалығына, несіне барлығына қарайды да. Сол тазалықта оның алдында да бар жүргенде кемшілік тауып жүрген, бір рет ескерткен, екінші рет ескерткен болмаған. Сосын үшіншінде қашанғы бұл ескерту айтып, егер жылы жаба беретін болса, бұл мен жолдасым ертең минус болады да, жұмыстан выговор алады, вообще мен жолдасым кінәлі болады. Сол үшін үшіншісіне мен не жазам, заявлениеандай бастыққа не жазам дегенде, ана бала өзінің несін жібергісі келмеген, аса жаңа жолдасымды ұрған бала. Жолдасымды ұрған бала көре алмаған ғой, в общем, сен жазбайсың деген бұл. Кеше келіп, сен кімсің? Кеше ғана келіп, деп сөйтіп, сен кімсің деген. Ашуланған ғой, ерегес басталған, шығып кеткен былай. Бірі ерегескен, қасындағы балдар ажыратқан. Сөйтіп екінші рет несеген кезде, уже лестницадан түсіп баратқан кезде артынан келіп ұрған ғой, мойнынан. Қатты зақпен, қолмен ұру мүмкін емес ше, ол қатты знает, білмеймін сол енді ол жерде. Содан биік ступенька лестницадан қатты құлаған. Содан құлап, бір орыннан тұрғанда, бір сөйлеп тұрып, қайттан құлаған сол жерде. Facebook парақшалардан мені қан құйылып өзі өлді деген ақпарат шықты да. Ол қалайша біреудің қолына қасықана тауып отырған өлімнен бұндай ақпарат шығарады. Біз әділдікті іздеп тұрмыз бұл жақта. Өзінің жазасын алып, белгілі қандай мерзімге сотталады, сол жазасын алып, әділ жаза болған қалаймыз. Бізден ешқандай хабар күтпеді, бізге ешқандай хабар бермеді. Ана Асқар деген баланың қай жерде отырғанын, не істеп отырғанын, мүмкін қамалғанда жоқ шығар. Әкесінің даңқымен. Соны біз біле алмай отырмыз. Ұлым көз жұмды, бірақ артында, келіннің артында 3 қызы, ішінде бір қызы баласы болды. Менің баламды айуандықпен өлтірген кісіні өмір бойы сол түрмеде отырғанын қалаймын. Менің артында қалған 3 немеремді көмек берсеңіздер, сол 3 немереме көмек, келінді жұмысқа тұрғызса, пәтерін берсе, қолдарын созса деген менің арманым. Ол баланы түрмеде отырғызғанын талап етеміз. Бізге бірақ сыртқа жан-жақтағы телеарнаның бәріне сол пограничниктің адамдары, пограничниктің түрмеде отырған пограничник үлкен қызметкерлер сырттың бәріне өзінен өзі өлді, өзінен өзі құлады деп өтірік ақпарат бергеніне мен қарсымын. Неше түрлі армандары бар еді. Ел мақтаған жігіт еді. Ол бұдан алдын қанша Ақтөбеде больницаларда істеген, Шәудір ауылында больницада хирург мамандығымен істеген. Елде абыройлы жігіт еді. Қыздарына алтын әке еді, қамқоршымыз еді.